Арал теңізі бұл тек қана су мәселесі емес. Ол тарих, инсан тағдыры һәм бүткіл регион тұрмысы. Бір уақытлары бұл теңіз дүния жүзіндегі ең ірі 4-ші теңіз есептелер еді. Онда балықлар ойнар, ал атрапындағы ауылдар болса, бұннан рызқы да бар еді. Бірақ бүгін картадағы үлкен көк майдан құрғақ қабірстанға айланды. Өзі не болды? Қалай етіп бұл табиат ажайбы апатшылыққа ұшырады? Арал тек қана су емес, ол өмірдің өзі еді. Оннан айырылғанлар үшін болса, бұл өмірдің сынағы басыланды. Бұл тарихты үйрену тек қана өтмішті емес, ал келешекті де түсіну есептелінеді. Бүгін біз Арал теңізі хақында сөйлесеміз. Бұл жайқын жойбары, һәм біз басладық. Арал теңізі бұл тек қана су бассейні емес, ол бүткіл бір регионның жүрегі. Жүз мыңлаған инсанлардың өмірі һәм табиаттың сирек ұшырасатығын ажайбы болып есептелінеді. Бұрынлары ол соншелі үлкен еді, оның суы сырт ел космослық суретлерінде де көрінетұғын еді. 68 мың квадрат километр майданды иелейтұғын бұл теңіз Орайлық Азияның ішіндегі көк дүния еді. Оған Әмудария һәм Сырдария сияқты екі ірі дария келіп қояр еді. Бұл дариялар көп жылдар дауамында Аралға өмір бағышлап келген. Арал сөзі өзбек, қазақ һәм қарақалпақ тілдерінде ортадағы су менен қоршалған жер мәнісін береді. Бұл тек географиялық түсінік емес, ал мәдениет, тұрмыс тәрізі, экономика һәм тарихи, рухи байланыста еді. 19-ші ғасырда рус географлары Аралды іліми үйренуді баслаған. Олар оның тереңлігі, флора һәм фаунасы хақында жазып қалдырған. Бұл теңізде 30-дан артық түрдегі балықлар жасайтұғын, атрапында жүзлеген ауыл һәм қалашалар рауажланған еді. Балықшылық һәм су транспорты арқалы экономика гүллеп жаснаған. Нөкіз, Мойнақ һәм Аралск қалалары сол уақытлары стратегиялық ахметке де ие еді. Бірақ 1960 жылларға келіп қайғылы процесс басланды. Совет ауқамы Орайлық Азияда пақта санатын рауажландыруды баслады. Бұның үшін Әмудария һәм Сырдария суы жасалма каналлар менен ауыл қожалығына бағдарланды. Каналлар ирригация системалары үзліксіз түрде теңізге келетұғын су мұғдарын азайтуды баслады. Нәтижеде Арал суы әсте ақырын шегіне баслады. Су қаддының төменлеуі тек қана табиатқа емес, ал бүткіл жәмиетке тәсір көрсетті. Мойнақтағы үлкен порт кеуіп қалды. Кемелер құрғақ жер үстінде қалып кетті. Бұл сөзбенен суретлеп болмайтұғын көрініс еді. Теңіз құруыменен оның түбінен миллионлаған тонна дұз һәм шаң хауаға көтеріле баслады. Бұл шаң құрамында химиялық затлар, пестицидтер һәм басқа да зиянлы элементлер бар еді. Har бір самалы күнде бұл зәһәр думан жүзлеген километрлерге тарқалар еді. Нөкіз, Үргенч, Шымкент һәм хатте Ташкентке шекем жетіп баратұғын еді. Адамлар дем алу жоллары менен ұсыларды жұтып ауыр кеселіклерге ұшырай баслады. Балаларда бронхиал астма, өсу кемсіліклері һәм иммун системасы төменлігі көбейген. Және де қорқыншылысы сусызлық себеплі жер құрыған, топырақ шорланған, диханшылық болса кризиске ұшыраған еді. Халық дерлік жамаат болып көшіп кетуге мәжбүр болған. Бұл дәуірлерде Мойнақта жаслар қалмаған, тек қана қариялар ғана қалған еді. Көз алдыңызға келтірің, 10 мыңлап адамлар өз туылған жерлерін таслап кеткен. Бұл экологиялық мәселе емес, ал гуманитар апатшылық еді. Жаһан денсаулықты сақлау шөлкемі Аралды инсан жаратқан ең ірі экологиялық апатлықлардан бір деп бақалаған. 1990 жылларда Арал мәселесі халықаралық көлемде көтеріле баслады. Бірқатар жойбарлар әмелге асырылды. Соның ішінде Қазақстан тарапында кіші Аралды сақлап қалу харекетлері бар. Бірақ Өзбекстан бөліміндегі үлкен Аралдың көпшілік бөлігі бүткіллей жоғалған. Бұл процесстегі ең ауыр нұхат инсанның табиат үстінен алып барған бейпаруа сиясаты еді. Табиат жауапкершілікті кешіктірмейді. Бұл сабақты Арал арқалы бүткіл дүния үйренуі керек. Har бір теңіз, har бір қысынақ бұл тек қана ресурс емес. Бұл адамзаттың келешегі.
арал бұл сабақ. Һәм бұл сабақты еслеп жүрмесек, және сондай апатшылықлар қайталанады. Арал теңізі тек қана қазіргі мәселе емес, ол жылдар дауамында жасап келген жанлы тарих есептелінеді. Оған байланысты дәслепкі мағлұматлар айемгі Хорезм цивилизациясына барып тақалады. Ол уақытта да арал тіршілік дерегі, диқаншылық һәм сауда орайы есептелінген. Орта әсірлерде ол сауда жоллары һәм ilmi зерттеулерде де атап өтіледі. Хатте дүния карталарының ескі нұсқаларында арал үлкен бір теңіз сипатында суретленген. 19 ғасырға келіп болса, рус географлары оны ilmi тикарда үйренуді бастады. Бірақ оның тарихындағы ең кескін бұрылыс 20 ғасырда, яғни Совет дәуірінде жүз берді. Бұл тарих тек қана фактілер емес, ол бізге тәсір еткен хақиқатлық есептелінеді. Арал теңізі адамзат цивилизациясының дәслепкі қадамларынан бастап тұрмыстың ажыралмас бөлігі болып келген. Айемгі Хорезм мәдениеті, зардуштилер цивилизациясы һәм әрқилы мәдени қатламлар бұл жерде жасаған. Археологиялық табылмалар бойынша арал атрапында біздің эрамызға шекемгі 2000 жылдықтағы диқаншылық һәм балықшылық рауажланған. Әмудария һәм Сырдария дариялары азелден трансформацияға ұшыраған. Бұл өзгерістер аралдың табиғи тұрмысына да тәсір еткен. Мысал үшін, тарихтағы Оксус цивилизациясы деп аталған дәуірде бұл дариялар бағдарларын өзгерткен. Парс деректерінде Әмудария Жайхун деп аталған. Тап біздің каналымыздың аты. Бұл бекарға емес, Жайхунның һәр бір тамшысы тарихтың бір бөлегі. Ол арқалы мәдениет, тұрмыс һәм ілім жүрген. Арал хақындағы дәслепкі жазба мағлұматлар әжайып. Мәселен, Геродот өз шығармаларында бұл аймақты сырхап жанындағы үлкен сулар деп атайды. Орта әсірлердегі араб географлары атап айтқанда Истахри, Масуди һәм Ибн Хафхал да арал хақында жазып қалдырған. Олар бұл су хауызын Баррарул Жайхун деп атаған, яғни Жайхун теңізінің жаны. 15-16 ғасырлердегі Европа карталарында арал Сиея море, яғни Сихаймайр, шөл теңізі деп белгіленген. Рус географлары 1740 жылдардан бастап бұл теңізді ilmi үйрене бастаған. Олар оның су құрамы, экосистемасы һәм флора фаунасын анықлаған. 19 ғасырда аралда су транспорты шөлкемлестірілген. Бухара, Хиуа һәм Россия ортасында сауда алып барылған. 20 ғасыр басларында аралдағы тұрмыс өзіне тән рауажланған. Сауда-саттық, балықшылық, камбала һәм судак сияқлы балық түрлері халық тұрмысының тикары болған. Бірақ жылдар өтіп бұл теңлік бұзылды. 1950-1960 жылдары СССР пақта, ақ алтын деп жариялады. Пақта атысларын суғару үшін көплеген каналлар құрылды. Әмудария һәм Сырдария теңізге жетпей өз жолын жоғалтты. Бұл арал тарихындағы ең ірі экологиялық бұрылыс болды. Арал ешқашан бұндай тезлікте шегінбеген. Ол 10 жыл ішінде жүзлеген километр арқаға шегінді. Су қадды 20 метр төмендеді. Суғару процесінде судың 60-70% зая болатұғын еді. Алдыңғы технологиялар емес, ал нашар басқару һәм режисіз құрылыс нәтижесінде табиғат ізден шықты. Бұл тек қана экология емес, ал тарихи мирасты жоғалту деген еді. Арал бүгін тарихи естелік сипатында қалмақты, бірақ ол тыныш тұрмайды. Оның құру процесі еліге шекем давам етпекте. Har bir suv тамшысы өтміштің бір сөзі. Біз оны естуіміз, түсінуіміз, һәм қорғауды үйренуіміз керек. Болмаса бүгінгі апат ертеңгі апатлардың себепшісі болады. Аралдың құруы тек қана географиялық өзгеріс емес, ол 100 мыңлаған адамлардың тағдырын өзгертті. Бұл сусыздық тек қана жерді емес, ал адамларды да азайтты. Физикалық жақтан да, рухи жақтан да оларға соққы берді. Құрған теңіз атрапындағы қалалар һәм ауыллар жабылды. Халық тарқала баслады. Адамлар денсаулығын жоғалтты. Балалар болса ауыр кеселіктер менен туыла баслады. Сусызлық, шаң, дос һәм химиялық затлар адам денесін, демін һәм көзін улады. Ойнақта адамлар кемелерде емес, ал шөлде қалған қалдықларды көре баслады. Аралдың құруы бұл табиғатқа қарсы ісленген қатенің инсан тұрмысындағы көрінісі еді. Арал теңізінің құру ақбетлері орайлық Азиядағы ең ауыр гуманитар һәм экологиялық апат сипатында белгіленген. Бұл процесте ең үлкен жоғалту адамлардың өмірі һәм денсаулығы болды. Су қадды пәсеуіменен бірге теңіз түбінен ашылып қалған құм һәм доз химиялық затлар жабық орталыққа самал менен тарқалды. Har bir самалда жүзлеген тонна
құндыз һәм шаң һауаға көтеріледі һәм жүздеген километрге тарқалады. Бұл зәһәрлі думан тек қана Нүкіс һәм Мойнақты емес, ал Хорезм, Қарақалпақстан, хәттегі Ташкент һәм Қазақстанның Құбла уәлаятларында қамтып алды. Бұл һауаны демалған әрбір адам өз организміне зиянлы затларды жұтады. Нәтижеде бронхиал астма, аллергия, өкпе фиброзлары, тері кеселіктері, хәттегі рак кеселігі көбейді. Балаларда болса тума кемшіліктер, өсуден ізде қалу, иммун системасының машқалалары бірқанша көбейді. ЮНИСЕФ һәм Жаһан денсаулықты сақлау шөлкемі мәлуматларына бола, арал атрапында туылып атырған һәр 4-ші балада денсаулық машқаласы бар. Оның үстіне сусызлық себеплі диқаншылықта кризиске ұшырады. Жерлер шорланған, пайдалануға жарамсыз болып қалды. Бұл дәуірлерге келіп халықтың көпшілік бөлігі жұмыссыз қалды. Азға-ауқат жетіспеушілігі басланды. Көшіп қону басланды, адамлар қалаларын, үйлерін, ватанын таслап кетуге мәжбүр болды. Мойнақта 1980 жылы 40 мыңнан астам адам жасайтұғын еді. Кейін ала болса, бұл сан бірнеше мыңға түсіп кетті. Ауылдар босап қалды, мектеплер жабылды, науқаслар саны артып, емлеуханалар толды. Хаяларды хамледарлық машқалалар көбейді. Еркеклерде репродуктив машқалалар тізімге алынды. Бұл тек қана экологиялық ямасы медициналық машқала емес, бұл бүткіл бір халықтың келешегі үшін соққы еді. Жәмиетте рухи түскінлік, үмітсізлік, жәмиетлік жекелену пайда болды. Адамлар өзін таслап қойылғандай сезді. Кемелер құрған теңіз түбінде үстіне шебен жиналған металл құрылмаларға айланды. Бір уақытлары өмір қайнаған портлар үнсізлікке шөмген шөлге айланды. Ең ашынарлысы, бұл апатты адамлар өзлері жаратты. Табиат ескертті, бірақ адамлар есітпеді. Бұл біз үшін сабақ. Бүгін арал құрып баратырған сияқлы ертең басқа табиат ажайбатларда жоғалып кетуі мүмкін. Егер біз уақытында іләш көрмесек, адам үшін қолайлы орталықтан да айырылып қаламыз. Соның үшін арал хақында сөйлеу, өтмішті еслеу емес, ал келешекті қорғау болып табылады. Арал машқаласы тек қана Өзбекстанға емес, ал бүткіл дүния жүзіне тиесілі екені тез арада мәлім болды. Дүния жәмиетшілігі бұл апаттың көлеміне хайран қалды. Себебі бұндай аяншылық құру тарихта аз ұшырасқан. Бірлескен Миллетлер шөлкемі, Жаһан денсаулықты сақлау шөлкемі, ЮНИСЕФ һәмде ЮНЕСКО бұл регионда жұмыс баслады. Арал атрапында тұрмысты қайта тікілеу үшін халықаралық грантлар һәмде бағдарламаларда жолға қойылды. Халықаралық аралды құтқару қоры да шөлкемлестірілді. Бұнда бірнеше мемлекеттер біргелікте харекет ете баслады. Қазақстан аралдың арқасында кішкене бөлегін сақлап қалуға ерісті. Өзбекстанда да қайта тікілеу жұмыслары басланды. Кембағаллықты азайту, жұмыс орынларын жарату, қоршаған орталықты жақсылау міне осылар қатарында есептелінеді. Хаммесіне қарамастан бұл тек қана баслану еді. Еле алдымызда ұзақ һәм қиын жол тұр. Арал теңізі машқаласы хақындағы дәслепкі ахметлі мағлұматлар дүнияға 1980 жыллардың ақырында жетіп барды. Бірлескен Миллетлер шөлкемі, ЮНЕСКО һәм басқа да халықаралық шөлкемлер бұл апатты адам қолыменен істенген ең ірі экологиялық апатлардан бірі деп бағалады. 1993 жылы Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстан һәм Қырғызстан мемлекет басшылары халықаралық аралды құтқару қорын шөлкемлестірді. Бұл қор арал бассейнін құтқару, халықтың тұрмысын жақсылау һәм экологиялық жағдайды тұрақлыластыруды мақсат етті. Қор шеңберінде жүздеген жойбарлар әмелге асырылды. Ішімлік суын жақсылау, шаң тарқалуын азайту, медициналық қызметті рауаштандыру міне осылар қатарында. Қазақстан кіші арал жойбары арқалы Сырдарияны қайтадан теңізге бағдарлап, су дәрежесін біраз тікледі. Көкарал бөгетінің құрылғаны бұл соңғы 10 жылдықтағы ең үлкен жетіскенліктерден бірі болып табылады. Бұның нәтижесінде су қайтып келді, балықлар қайтадан пайда бола бастады һәм балықшылық рауажланды. Арал атрапындағы ауылларда тұрмыс қайта басланды. Мектеплер һәм емлеуханалардың жұмыслары тікленді. Өзбекстан тарапынан да үлкен жұмыслар істенді. Үкімет жергілікті һәм халықаралық шөлкемлер менен біргелікте экосистеманы қайта тіклеп баслады. Қарақалпақстанда жаңа жас
жасыл зоналар жарату, тереклерді егу, топырақты тіклеу жойбары әмелге асырылмақты. Мойнақта халықаралық фестиваллар, экологиялық іс-іләжілер өткеріледі. Бұл болса, регионға диққатты және де арттырмақты. Бірлескен Милләтләр шөлкемі шеңберіндегі бағдарламалар жергілікті халыққа тәжірибе арттыру, әсіресе хайыл-қызлар һәм жаслар үшін имканиятлар жаратуға қаратылған. Европарламент, Жаһан банкі, глобал экологиялық қор сияқты құрылымлар миллионлап қаржы ажыратқан. Сонымен бірге Арал машқаласы көплеген кино, жүжетлі фильмлер, көркемөнер һәм суретлер арқылы дүнияға тарқалды. Мойнақтағы кемелер қабірстаны бүгін саяхатшылар һәм зерттеушілер үшін ауыр, бірақ ахметлі орынға айланған. Бірақ сондай халықаралық диққатқа қарамастан барлық машқалалар шешілген жоқ. Суғару системаларының нәтижелілігі төмен, су жоғалтуы жоғары, шикізат орайласқан. Табиаттағы өзгерісті тоқтату үшін жылдар керек. Бұл ұзақ жол, бірақ ең ахметлісі бұл жол басланды. Жәмиет саналы болмақта, жаслар экологияға бейпаруа емес. Арал апаты адамзатты оятқан сигнал. Бұл біздің жауапкершілігіміз қандай екенін еслетеді. Аралдың құруы бұл тек қана судың кетуі емес. Бұл халық ядындағы жарақат. Милләт қалбінде ауратуын, жүреклерді тітіркендіретуын бас бет болып қалды ол. Қарақалпақ һәм өзбек шайырлары Аралды сағынышпенен жазып суретледі. Суретшілер оны сусыз халында суретлей баслады. Музыкаларда болса қайғы һәм үміт ұйғынласып кетті. Толқынлардың орнын болса үнсізлік иеледі. Мойнақтағы кемелер қойымшылығы бұл темір қалдығы емес, ал халықтың тағдирінің қалып қойғаны естелік есептелінеді. Көптеген фильмлер, фотолар, шығармалар халық ұмытпау үшін жаратылды. Арал бұл милли рухты оятушы, бізге табиат һәм келешек үшін жауапкершілігімізді еслетіп тұратұғын мирас. Сондықтан Арал тек қана өтміш емес, ал рухымыздың қазіргі һәм келешектегі көрінісі есептелінеді. Табиаттағы әрбір үлкен өзгеріс инсан қалбінде де қандай да бір із қалдырады. Аралдың құруы халық қалбінде терең, тамамланбаған ауру сипатында орын алды. Бұл дәрт тәсілеп көркем өнерде көрінді. Әлишер Науаи атындағы театрда сахналастырылған соңғы балықшы драмасы Арал апатын инсан тағдирыменен ұйғынластырған. Музыкалық шығармаларда теңіз толқынлары орнына құм самалының сесті естіледі. Мойнақтағы кемелер қойымшылығы бұл тек қана тарихи объект емес, ал халық ядының тірі естелігі. Суретшілер құрып қалған теңіз түбін толқынларсыз, қаһармансыз суретлейді. Бір уақытлар кемелерді басқарған адамлар бүгін музейлерде өз суретлерін көреді. Арал темасындағы хюджетлі фильмлер һәм фотокөргізбелер тек қана Өзбекстанда емес, ал халықаралық майданда да өткеріледі. Тән алайық, Арал милли рухымызды оятқан апат. Ол біздерді қандай халық екенімізді көрсетті. Табиат пенен өзара мөнәсәбәтіміз қаншалықты жауапкершіліклі болу керек екенлігін аңлатты. Арал тек географиялық құбылыс емес, ал рухи һәм мәнәуи кризис. Бүгінгі күнде жаслар Арал хақында қозық жазады, видеолар таярлайды, мәлімлемелер тарқатады. Оларда бұл ауруды сезінбекте. Мойнақтағы экофестивал, Аралға бағышланған фотомарафонлар, экологиялық флешмоблар, бұлардың барлығы халық естелігінің саламат сақлау харекеті. Әрбір сурет, әрбір қосық сусыз қалған жүреклердің қышқырығы. Сонымен бірге бұл үмітте, себебі ятта сақлау үмітудан көре күшлірек. Есте сақлау халықтың рухи иммунитеті. Бұл естелік арқылы біз және жанлануға ұмытыламыз. Арал апаты біздің тарихымыздағы ауыр бет, бірақ ол хақында айту, жазу һәм естілеу тұрақлы келешектің тикары. Сонымен бірге дөретуші әрбір жас Аралды тек қана дәрт емес, ал жауапкершілік сипатында да сезінуі керек. Арал бізге бір хақиқатлықты үйретті. Табиат бұл инсаниятқа берілген нығмет емес, ал сенім. Бұл сенімді жоғалтсақ, ақбетін бүткіл милләт тартатұғынын көрдік. Лекін әр апат жаңа сана, жаңа бағдарға жөнелтіреді. Аралдың атрапында жаңа өмір басланбақта. Жаңа тереклер, жаңа имаратлар һәм жаңа басламалар. Бұл біз үшін тек қана өтміш емес, ал жаңа бап. Үміт бабы. Бүгінгі әулет айыпты емес, ал шешімді мирас етуі керек. Табиатқа хүрметпенен қарау бұл тек қана лазым емес, ал шарт. Бұл жайқын жойбар еді. Егер бүгінгі санымыз сізге ұнаған болса, лайк басып қоюды һәм комментарий жазуды ұмытпаң. Достарыңызға да жіберіп қойың. Кейінгі саналарда көріскенше саламат болың.